Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгін білесіздер, сіздер сынақ, емтихан тапсыру үшін, немесе практиканы тапсыру үшін осы Zoom каналы арқылы тапсыратынымызды, Так, осыған қалай қосыламыз? Ол жерде қалай сөйлейміз, мұғалімдерге видеоны қалай қосамыз деген сияқты өзіміздің. Осы телефон арқылы түсіндірем. Қазір сіздерге WhatsApp-тан апайларыңыз немесе ағайларыңыз мынандай сілтеме жібереді, осындай сілтеме арқылы қосылыңдар деп айтады. Осы сілтемені сіз жоғарыда тұрған сілтемені басып кірсеңіз де болады, немесе идентификатор конференция деп тұр. 860 994 20 81 42 деген. Астында оның паролі тұр, Осыны идентификатор арқылы көру үшін идентификаторды үстін басып тұрып бір копировать етіп алсақ, одан кейін Zoom приложениесін ашамыз. IT конференция дегенді басамыз. Сосын мына жерге ставить етеміз, және копировать етіп алғанымызды. Оны қалай көшіріп алу үшін, және WhatsApp-тың ішіне кірсек, міне 860 94 20 дегенді үстінен түртсек болды, үстінен басып тұрсақ болды. Номер телефоныңыз копирован деп тұр. Енді оны Zoom-ның мына жерге саламыз, идентификатор деген жерге. Үстін басып тұрсақ, ставить деген кнопка шығады. Осыны қоямыз. Одан кейін астына мына жерде сіздерде енді Zoom-ның бірдеңелер жазылып тұруы мүмкін, басқа нәрселер. Осы жердегі атыны, мысалы, ваше имя деген жерде өзгертеміз. Так, одан кейін не подключать звук деген бар, и выключить мое видео деген бар. Оны екеуінде өшіріп қойсаңыз, прямо қосылған кезде сіз өзіңіздің камераңыз қосылсын, и то микрофоныңыз қосылсын. IT конференция кнопкасын басамыз. Одан кейін пароль сұрайды бізден. Енді парольді білу үшін қайттан Zoom каналына кіреміз. Міне 708 804 деген пароль тұр. Осы жерге басамыз. 708 804 парольді басамыз, окейді басамыз. Сізге видеоны қосайын ба, қоспайын ба деген сияқты не шығып тұр. Подключаться с видео, подключаться без видео. С видео дегенді басып, көкті қосыламыз. Осы конференция сізге рұқсат береді конференцияға қатысуға.
Болды, дәл өйстіп қосыласыздар конференцияға. Одан кейін через ссылка арқылы қосылу үшін және де міне подключиться к конференции Zoom деп тұр. Осы жерде сілтемені бір бассақ, Zoom'ды қолданады только сейчас. Міне сіз бұл жерде пароль анау ештеңе сұрамайды, имяңыз жазасыз. Сілтеме арқылы қосылсаңыз бірден кіресіз. Яғни идентификатор жазбайсыз, пароль жазбайсыз деген сияқты. Дәл осылай уже Zoom-ға қосыла бересіз. Қазір керек жоқ уже қосылудың.